Быйыл республикалық бюджеттен бөлінетін қаржының 45% әлеуметтік бағытты дамытуға жұмсалатын болады. Көпбалалы отбасылардың әлеуметтік жағдайын жақсарту мақсатында тұрғын үй мәселесі өз шешімін табады. Мәселен, 2019 жылы ел бойынша 40 мың жалдамалы пәтер салынады. Олардың дені көпбалалы отбасыларға арналмақ. Бүгінде облыста 341 көпбалалы отбасы пәтерге мұқтаж. Олардың 50% быйыл жаңа пәтерге ие болады. Ай сайын берілетін жәрдемақының көлемі де артады. В этом году мы построим 3 дома. Мүмкіндігі шектеулі балаларды өсіріп отырған 1997 отбасыға берілетін жәрдемақы 30%-ға өседі. Мекен жайы бойынша әлеуметтік көмек алатын көпбалалы отбасылардағы әрбір бала үшін қаржылай көмек 6 есеге көбейеді. Алтын алқа, күміс халқа, батыр ана атағы алғандарға берілетін жәрдемақы 25 мың теңгеге дейін көтеріледі. Ал 4-5 баласы бар үшін бір жолғы төлемақы енгізіледі. В районах будем также эту работу проводить. Облыста 20 мың бюджеттік қызметкердің жалақысы 30%-ға артады. Медициналық қызметкерлер мен білім саласының мамандарының да еңбек ақысы 1 шілдеден бастап көбейетін болады. Бұдан бөлек биыл колледждердің материалдық техникалық базасы жаңартылып, облыста медициналық пункттер бой көтереді. В этом году мы будем строить амбулатории. Бүгінде қала бойынша Жас Өркен, Ойқала аудандарында бірде-бір амбулаторлық пункт жоқ. Ал Береке ықшам аудандағы амбулаторлық пункт 15 мың адамға ғана қызмет көрсетеді. Емханаларда үлкен кезектер бар. Бұл мәселені шешу үшін қала бойынша медициналық пункті жоқ, шағын аудандарда 3 отбасылық дәрігерлік амбулатория ашатын боламыз. Аппараттық жиында қарастырылған келесі мәселе 2019 жылғы егу мәселесі. Биыл 2,8 миллион гектар жерге дәнді дақылдар, 976,1 мың гектар жерге майлы дақылдар, 37,6 мың гектар жерге картоп, 6,6 мың гектар жерге көкөністер егілетін болады. Жалпы 2018 жылы ауыл шаруашылығы саласын дамыту мақсатында республикалық бюджеттен 35,5 миллиард теңге бөлінді. 2019 жылғы егу науқанына облыстық барлық ауыл шаруашылық құрылымдары барлық тұқымдармен қамтамасыз етіліп отыр. Тұқым шаруашылығындағы басым бағыттардың бірі сұрып түрін ауыстыру. 2021 жылға дейін сұрып түрлерін ауыстыруды 10%-ға дейін жеткізуді көздеп отырмыз. Өткен жылы көрсеткіш 5,7%-ға дейін жеткен. Биыл 7,5%-ға дейін көбейтуді көзделіп отыр. Бұдан бөлек ауылдардағы жол мен ауыз су мәселесі тыс қалмайды. Биыл бюджеттен осы мақсатта 45,8 миллиард теңге бөлінді. 30 ауылдағы су мәселесі шешіліп, 705 километр жол жөнделеді. Асем Айтолла, Қуаныш Әлтенов, Первый Северный.